өздеріңмен бірге әдеттегідей сендердің ең сүйікті апайлар Арқалық қалалық жасұлан балалар мен жасөспірімдер орталығы қалалық кеңес штабының жетекшісі Ақбота Меңдешқызы. Құрметті достар, құрметті менің шәкірттерім, өздеріңіз білетіндей, алдыңғы сабақтарда көшбасшы тақырыбында сөз қозғаған болатынбыз. Және де кейінгі сабақтарымызда осы көшбасшы тақырыбында болады деп ескерткен болатынмын. Енді бүгінгі тақырыбымыз портфолио. Яғни портфолио дегеніміз не? Портфолио көшбасшыға не үшін керек деген сұрақтар төңірегінде сізбен біз бірге жауап іздейтін боламыз. Ендеше дайын болсаңыздар, біз сабағымызды бастаймыз. Портфолио дегеніміз мұғалімнің не оқушының жеке жетістіктері нәтижесі бағалаудың жаңа формасы. Оқушы портфолиосы дегеніміз сіздің жасаған шығармашылық жұмыстарыңыздың және білім әлемінде көрсеткен жетістіктеріңіздің жиынтығы болып табылады. Достар, құрметті шәкірттер, неліктен біз бұл тақырыпты қозғап жатырмыз және портфолияның бізге берер көмегі қандай деп ойланып отырған боларсыздар. Дәл қазір болмаса да сіздерге болашақта бұл сабақтың пайдасы тиетініне мен кәміл сенімдімін. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Шәкірттер, дәл қазір оқушы портфолиясын дайындау технологиясымен таныстыратын боламын. Ендеше кетті. Портфолияның құрылымы. Яғни ең бірінші бетіне жалпы мәлімет. Қасым Аманжолов атамыз айтқандай, өзге емес, өзім айтам, өз жайында демекші. Яғни өздеріңіз туралы шағын жалпы мәліметтеріңізді жазасыздар. Екінші бетіне менің отбасым, яғни отбасыңыз, отбасы мүшелеріңіз туралы. Және бұл жерге фотосуреттеріңізді қойсаңыздар да болады. Үшінші бетіне менің шығармашылығым, яғни өзіңіздің айналысқан шығармашылық жұмыстарыңыз, газет бетінде, басылымдарда жарияланған мақалаларыңыз болса, эсселеріңіз болса, соны міндетті түрде газет қиындыларынан бөліп алып, жабыстырып қоятын боласыз. Менің жетістіктерім бөлімінде өзіңіздің білімде, спортта, өнерде жеткен жетістіктеріңізді, яғни алған мақтау қағаздарыңыздың көшірмесін салып қоятын боласыздар. Құрметті шәкірттер, сіздерге үлгі ретінде өзімнің портфолиомды көрсеткім келіп отыр. Жалпы бірінші бетінде өзіңіз туралы жалпы мәлімет. Мінекей көріп тұрғандай, мына жерге фотосуреттеріңізді қойсаңыздар болады. Аты жөндеріңіз, туған жылдарыңыз, телефон номерларыңыз, мекен-жайларыңыз, ұлтыңыз, қызығушылығыңыз, өмірлік ұстанымыңыз, сол жөнінде толық толтырып шығасыздар. Жетістіктеріңізге келетін болсақ, өздеріңізден алған осындай мақтау қағаздарыңызды, сертификаттарыңызды копиядан өткізіп өстіп салып қоятын боласыздар. Шәкірттер, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Тапсырма, мен тапсырма беруді ұмытқан жоқпын. Ендеше мұқият тыңдап алыңыздар. Менің түсіндірген, көрсеткен тәсілдерім бойынша енді сіздер өздеріңіз портфолио дайындайтын боласыздар. Себебі бұл жұмыстар болашақта сіздерге керек болады. Ендеше менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше